Ою-өрнек ұлттық құндылығымыздың жалғасы демекші. Қазақтың ұлттық ою-өрнегі қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге келген ою-өрнек түрлері. Мен қазір қошқар мүйіз ою-өрнегін салып, шәйнектің астына оюлы тұтқыш тігемін. Қазақ халқының ою-өрнекке деген ынтасы, сұлулыққа деген көзқарасы өте жақсы дамыған. Ою-өрнекті жан-жануардың дене мүшесінің бір бөліктеріне байланысты оюлар ойлап шығарған. Ай, күн, жұлдызға арналған, көк әлемге, табиғатқа байланысты ою-өрнектер де көптеп саналады. Ою-өрнек мағынасы бір-біріне жақын сөздер. Қазақтар көбінесе бір өрнекке салынып, қиып алынған үлгіге сай кескен сырмақтың қиығын, сондай-ақ мүйіз тектес ою-өрнекке қосылатын барлық қошқар мүйіз ою-өрнектерінде ою деп атайды. Қазақ халқының тарихы, мәдениеті, дүние танымы, құрылымы, тыныс-тіршілігі бір тұтас дүние. Демек, оның қолөнерін зерттегенде осы тұтастықты аңғару керек. Ою-өрнекті көзбен көріп қана әсерленбей, оның атауларының мазмұнын, шығу тарихын білудің, тұспалды ойын түсінудің маңызы өте зор. Өйткені ою өткен заманның хабаршысы, шежіресі болып табылады.